жігіт болып өсіп қапты. Ойдағы есіме түсіп, үйді сағынып, төркін сағынып, біресе жылағым кеп, біресе күліп отырмын. Баяғыда үйде сен кетсең артынан құдай келші тартып. Сегіз мынаны, сегіз! Мына төлептің ішінде кім бар? Кіргізбаңдаршы мына қастарыңа, әңгіме айтып отырақ. Кіргізші айналайын. Ақыңды берейін, кір, Мынаның ішінде біреусі бар, кірші, мұрагер. Мұрагер, кір ана ішінде біреу бар, кір, тоқылдат есікті. Туалетке кірсеші енді біреусі бар ғой, қасына барасың, сесің. Аш есікті тез, мына әңгіме шырқын бұзады өстіп. Бір-бірімізге сондай сөздер айтып отыршы. Қазір жетемей айтырмыз, бір-бірімізді көруге зар болып отырмыз, айтылады. Одан да көріп отқан жақсы екен ғой. Бауырларымызға ананы айтып, мынаны айтып, сен деген бір жаққа кетсең, мен сен артынан бүйтіп жіберем, сөйтіп жіберем. Осы үйде осы болмаса екен деп айтып жоқ қой. Мәссә. Бір-біріміздің кличкамыз бар, неше түрін айтатын едік қой бір-бірімізге. Маған дударбас дейді ағам. Шашын ұстаса артқа қарай тала бересің ғой жылап. Не болды дейді. Мені мазақтады да, үндеген жоқ қой, үндеген жоқ. Үндемей отырып бүлдіретін еді ғой бауырларымыз отырып, шашын бүйтеді. Бүйтсе бітті, біз жылай беретінбіз уже домалап. Сіңлімнің басы, мына қазық бас дейтін ол, қайдан шығарып алатынын білмей әйтеуір кличканы өлтіреді әйтеуір. Қос бас дейтін әйтеуір, басы вроде нормальный. Оған қазық дегені ғой мына. Дей береді мен ағам, ой, кличкаларды өлтіреді. Десе ол арғай тала беретін. Сол кличкаға жетемай отырмыз енді. Шаршап отырмыз. Құдай өзі кешірсін. Бақытты болып шаршап отырмыз деп қояқшы. Мыналардың бәрі уже бір-бірімізді жақтырмай, баяғыда біреу айтқан екен, атымды жақтырмайды, атымды бір жерін жақтырмайды деп. Тура сол болып отырмыз. Бір-бірімізден отвращение болып бүйтіп атырмыз еші. Басың жарам, қаз барам, өлтірем деген сөздер уже өтпейді. Автомат апару керек. Автомат апарып шекеден тағау керек. Мен автомат ұстайтын шамам да емей қалды. Өзінде шаршадым, болдырдым. Тамақ, шай, сабақ. Сен тек оқымақ қош, болды, өз жерден қоя қош енді болды. Тек қоя қой, айт, осы 90-ға осы бағамен шығар, осы соңғы келатқан бағамен. Әйтпесе, біздің үйдегі қатын шаршады деп айтасыз, сөзің аса. Ызыңдап артынан қамайсыз, ана деп. Білетіміз бар, білмейтіміз шаршадық дейгі. Айт, осы бағаға шығарса шығарсын, шығармаса жаба сал, айт. Біздің үйде интернет жоқ, пәлет жоқ, түген жоқ. Ана әйел былай контуженный болып кетті деп айт. Рас. Ана мұрагердің тек садигінде не жоқ дейм ау. Оған да біз үйдеміз деп жабыстырып, бүйтіп алдына қойып, сүйреп кетсіп, жібер дейді. 2 жастағы бала үйде болмай қайқа барады. Осы бір елге отчет берудің тек шаршап кетесің я. Анау әкімің бар, араң бар, депутаттың бар, басқаң бар, биліктің бар. Бізге отчет берудің орнына бар ғой. Біз өмір бақи оларға отчет береміз ғой. Үйде отырмыз, кішкентай балаға дейін үйде отыр, қайқа барады, үйде отырмай. Үйде отырмын деп бір отчет бер, өлеңді айтып бір бер, таеквондомен бит төбелесіп 2 бер, одан тақ домбыра тартып 3 бер, жаттығу жаса, бітпейтін отчет айтыр. Өмір бақи отчет беріп келе жатырмыз ғой елдің бәріне.